Видео бастамай тұрып, мен сендерге Майнкрафтты ойнатқым келіп тұр. Оның шарттары оңай. Үш шарт бар, достар. Так, бірінші шарт ол менің Казмастер деген аккаунтым, каналыма тіркелу. Және де дәл осы видеоға лайк басу. Және де өте керемет комментарийіңді қалдырып, өзіңнің айдиіңді қалдырып кет. Бұның жауабы келесі видеода шығатын болады. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Казмастер достар. Бүгін біздерде тағы да бір Free Fire керемет видео болайын деп тұр. Ол видеоның атауы бізде жаңа режим достар. Бұл жаңа режим меткий стрелок деп аталады достар. Бүгін қазір осы режимді ойнап, өзіміздің көзқарасымызды айтатын боламыз. Яғни бұл видео жаңа режимге тағы да бір көзқарас болайын деп тұр. Сол себептен видео ұнап жатса лайк басып, арнаға тіркеліп отырайық. Так, достар, міне бүгін ғана жаңа обновление болған еді. Өте керемет обновление болды, достар. Міне өздеріңіз көріп отқандай снежный край деген обновление болды, достар. Бұл обновление өте тамаша, маған ұнады. Бірақ та, достар, сіздерге айтып кетейін, бұл Free Fire қазіргі кездерде PUBG-дан, яғни PUBG-дан ұрлап жүрген сияқты. PUBG өздеріңіз білесіздер, оны өйткені мына секретін отыратын осылардың барлығы PUBG-ға қатысты сияқты. Достар, мен бұрында PUBG ойнайтын едім, содан бір көрген едім. Так, жалғастырайық, достар. Бүгін міне осындай ғана так живых. Бұда да осындай зона екен, достар. Так, осындай зона 20 адам болады. Міне прыжок дегеннің өзі, достар, PUBG-дікінде өздеріңіз білесіздер, оны ойнап қарасаңыздар, өздеріңіз барлығын түсінесіздер. Так, бізде осындай пинг ең астында болады екен, достар. Міне ең астында, сол жақта өздеріңіз көріп отырсыздар. Так, және де міне парашют барлығы PUBG-нікінде. Так, 21 адам, достар, біздерде. Так, бұда меткий стрелок, яғни авиациятын сияқтымыз. Бұл мен бірінші рет көріп отырмын, достар. Қазір біз осыны ойнап көретін боламыз. Так, қандай автомат екен жерде. Так, рюкзактың скиніне мән бермей қойыңыздар, достар. Өйткені менде бір толатын зат бар еді ғой, достар. Сол менде толмай қалды. Сол себепте менде рюкзакқа автоматтардың скиндері онша көрінбей тұрады. Так, ГГ-15. Так, достар, дәл осы автоматпен ойнайтын сияқтымыз, достар. Мен шынымды айтайын, бұл режимді бірінші рет ойнап тұрмын, бірақ та дәл осы автоматты мен баяғы сезондарда, 10-шы сезондарда шыққан болатын. Так, осы автоматпен ойнайтын сияқтымыз. Так, достар, қазір біз топ-1 алып көруге тырысатын боламыз. Так, попалықтар, так, прицел барлығы тамаша. Так, жалғастырамыз, достар. Және де сіздерге осы обновление ұнады ма, оны комментарияға жазуды ұмытпайсыздар. Және де келесі видео қандай болсын, достар, оны да комментарияға жазуды ұмытпайық. Так, біздерде ажаққа атып жатыр екен, тиісті зонаға барып, анаға атыспай қояйық, өйткені олар мені алып тастауы мүмкін. Так, достар, бұда дәл осылай прицелдап өстіп басып тұрса, бір оқ атса, достар, өліп қаласың. Мен бұрында оны ойнадым. Так, мені атып жатқан сияқты. Так, бұрын қазір мені өлтіріп тастайды. Так, достар, қашамыз кішкене. Так, достар, әрине өте керемет бір килл, достар, біздерде. Әрине бізде 8 адам қалды. Так, бұл обновлениеде пополнениелер шықты. Алдағы уақыттарға сіздерге джекпот асып, оружиені джекпот асып, барлығын сіздерге көрсететін болам. Так, жалғастырайық, достар. Жаңа алмаздың джекпот деген сияқты заттар шықты. Оны алдағы уақыттарда
видео қылып шығаратын боламын. Және де достар, мен осы 100 подписчикке жеттім достар. Сіздерге көп алғысымды айтамын. Кеше ғана 90 едік достар. Бүгін қарасам достар 100 екенбіз. Сіздерге көп алғысымды айтамын. Так достар. Достар, ұнатып кетті достар. Біздерде 6 адам қалды. Графика топ достар. Графика өте керемет екен достар. Графикасы қатты ұнады маған. Бірақ та ана PvP-дан ұрлағаны маған ешқандай да ұнаған жоқ достар. Мен ойымша бұны PvP-дан ұрлады. Так, мына секретінің барлығы осы PvP-да болған еді. Тек жалғастырайық достар. Тек қана осындай автоматпен ойнайды екенбіз. Ешқандай объем, ешқандай да автомат жоқ. Тек қана таза осы автомат. Тек жалғастырайық. Бастап біреуді бағана өлтірген болатын. Графика керемет, міне өзі луттың өзі жанып тұр достар. Золотистый ол. Топ графика, керемет графика екен. Сізге ұнады ма, оны да комментария жазуды ұмытпайық. Так, жалғастырайық. Міне өздеріңіз көріп отқанда луттың бәрі жылтырап әдем болып тұр. Так достар, және де алдағы уақыттарда мен сіздерге айтқан болатынмын, 100 подписчикке жеткенде мен прокачка.com және де өте кереметте конкурс болады деген болатынмын. Оны алдағы уақыттарда мен видео қылып, өте керемет видео қылып сіздерге түсіретін боламын. Так достар, ол мен прицелдап тұрды және де Г15 пен мені өлтіріп тастады. Бұның хп-сы 8 екен. Бұрынғы хп-да емес достар, басқа жақта тұрады. Және де ештеңе өзгермеген сияқты достар. Так, менде видео жүріп жатыр екен. Так, былай кішкене даусым кішкене біртүрлі болып тұрса кешірім сұраймын. Видео аз болып қалған сияқты достар. Әңгімелесіп отырып біз бұл режимді қалай өтіп кеткенін білмей де қалдық достар. Осындай бізде өте кереметте бір меткі стрелок деген режиміміз аяқталды деген ойдамын достар. Сіздерге видео ұнаса лайк басып арнаға тіркелейік. Және де келесі видео қандай болсын, оны да комментарияға жазып кетуді ұмытпайық. Так достар, осымен біздің керемет видеомыз аяқталды. Сау болыңыздар.